Құрметті қазақ елі, биыл кіріп келген жаңа жылды президентіміз жұмысшылар жылы деп белгіледі, яғни қара еңбек жасайтын қарапайым жұмысшылар жылы. Сол қарапайым жұмысшылар жылына орай президентіміз біраз қара жұмысшылардың айлығын көтеріпті. Оқып берейін бірең сараңын. Бірінші дейді, мемлекеттік мекемелерді күзететін жұмысшылар дейді. Яғни мектеп, садик сынды тағы бір мемлекетке қарасты зданияларды күзететін күзетшілер, охраналар ғой енді. 500 мыңнан 700 мыңға дейін өсті дейді айлығы. Қуанышты жаңалық охраналар үшін. Екінші, көше тазалығына жауапты жұмысшылар. Көше сыпыратындар, қар көретіндер, көше сыпыратындар 600 мыңнан 800 мыңға дейін өсті дейді. О, молодец, көше сыпыратындар енді еңбектер еліп ескеріліп жатыр екен, ағайындар, қуаныштымыз. Үшінші, мемлекетке тиісті транспорттар, қоғамдық транспорттар, тағы басқа транспорттарды жүргізетін жүргізушілер дейді. Яғни водительдердің де айлығы өсті, ағайындар. 800 мыңнан 900 мыңға дейін өсті водительдердің айлығы. Қуаныштымыз водительдер үшін. Төртінші, құрылысшыларды да ішіне кірісіп болған екен. Мен құрылысшымын ғой. Құрылысшыларда кірісіп болған екен. Құрылысшылар 900